Баршаңызға сәлем бердім. Сіздермен Ұлжалғас. Бүгін клубничный мохитоның рецебін ұсынбақшымын. Қысқа таптырмас сусындарының бірі, дастарханның сәнін және қонақтарының сөйлін қандыратын сусындардың бірі. Жасап көргеніңізге кеңес беремін. Дәмі енді ерекше. Ең әуелі құлпынайларды осылай жапырағынан алып, тазалап аламыз. Міне тазалап алдым барлығын. Одан кейін ағынды суға жақсылап 5 минуттай салқын суға жуып аласыздар. Осы процесс важны, яғни көбірек жуыңыздар. Жақсы жуылмаған құлпынайлар шіріген арасында болса, ол банкының атылып кетуі қаупі бар. Міне астын үстін айналдыра отырып, жақсылап жуып алдым. Одан кейін банкілерді жақсылап жуып, осылай су буында стерилдейсіздер, яғни залалсыздандырып аласыздар. Банкілер тап-таза болуы тиіс. Крышкалары да тоже стерилдеп алыңыздар. Енді стерилденген банкілерге 2 тілім лимон, 4-5 жапырақ мята және де 800 граммдай құлпынай саламыз. Лимон мен мяталарда жақсылап жуылуы тиіс. Одан кейін үстіне қайнап тұрған суды газден ала-сала құямыз. Толтырып, одан кейін 40 минутқа крышкасын жауып қойып қоямыз. Ровно 40 минут тұру керек. Міне 40 минут менде тұрды, барлығын су құйып қойып қойдым. Одан кейін осында үлкенде кастрюляға менде негізі мынандай төгіп сүзіп алатын крышкалар сатылады. Менде болмағандықтан жай крышканы тесіп, осылай суын бәрін сырғытып алдым. Міне барлығын сырғытып аламыз. Енді үстіне шекер саламыз. Кастрюляның үстіне 300 граммдай 3 литрға кетеді. Егерде 1 литр болатын болса, 100 граммдап саласыздар. Міне бір стаканым менде 300 грамм, осыдан 4 штук құйдым. Одан кейін газге қойып, бір бұрқ еткеннен кейін 2 минут қайнатасыздар да, одан кейін осының үстіне, банкілердің үстіне құйып, бетін крышкасын жауып тастай бересіздер. Жақсылап мықтап орап, жақсылап жабуға тырысыңыздар. 5-6 рет қайтара қысып жауып, осылай төменге түсіріп, міне ауа кетіп жатыр ма, кетпей жатыр ма, жақсылап жауғанды осылай көріп, одан кейін бетін жауып, бір күнге қойып, кейін салқын жерге жинап сақтасаңыздар болады. Өте дәмді, балдардың ең сүйікті сусыны. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес берем. Бірден сіздерге ұнайды дәмі, оған гарантия. Өте дәмді сусындардың бірі. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын.